Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік, дәмді, ерекше, жұп-жұмсақ, миксерсіз шоколадный пирог әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай керемет, дәмді, ерекше рецептерімді жіберіп алмаш үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны бас қоюды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, арнама міндетті түрде тіркелуіңізді сұраймын. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнымызды, какаомызды салып, үстіне қантымыз саламыз. Ас содасы мен тұзымыз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бөлме температурасындағы сүтімізді, қантымызды, сұйық майымызды және яблочный уксусымызды салып, біріккенше жақсылап араластыратын боламыз. Алдын ала формамызға пергамент қағазымызды төсеп, қамырымызды құйып, алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қыздырып, 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Дайын болған бисквитімізді шпажкамен я болмаса зубочисткамен тексеріп алатын боламыз. Құрғақ болу керек. Енді глазур әзірлейтін боламыз. Қазақстан шоколад я болмаса басқа да шоколадтар қолдануға болады. Сливкемен я болмаса сұйық маймен араластырып, суыған уақытта пирогымыздың бетіне құйып шығатын боламыз. Видеодағыда көрсеткенде өстіп кесіп формаға келтіретін боламыз. Бетін ғана сызамыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерден өтінерім, өз пікірлеріңізді комментарийда қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерді жіберіп алмаш үшін арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған бауырсақ фуд ас болсын.